Сәлем достар, Тарику каналына хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай тауық сан етінен керемет, ерекше, өте дәмді тамақ жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бар керек ингредиенттер осы видеоның астында болады. Бұл тамақты кез келген гарнирмен немесе көкөністермен ұсынсаңыздар болады. Ең алдымен картопты тазалап, жуып, осылай орташа қылып кесіп аламыз. Ыдысқа салып, су құйып, тұздап, отқа қойып, пісіріп алуымыз қажет. Картопымыз піскенше, бізге осы тауық сан еттері керек болады. Голень дейміз ғой. Соны табаға майды құйып, қызып тұрған майға осылай қуырып алуымыз қажет. Екі жақ беті қызарғанша қуырып алсаңыз да жеткілікті. Міне осы алтын түсті болып қуырылғанша қуырып аламын. Екі жақ бетін аударып. Енді приправаларымызды қосамыз. Менде бүгін тауыққа арналған приправа, паприка қостым. Және дәміне қарай тұздаймыз. Екі тіс сарымсақ салып жібереміз. Енді осының үстіне суды құйып, су қайнаған кезде бетін жауып 25 минутқа пісіріп аламыз. Оған дейін біздің картопымыз дайын болды. Оны біз пюре жасауымыз қажет. Осылай езіп аламыз. Езілген картопқа мен сары май қосамын. Болмаса, ірімшік қоссаңыздар да болады. Біздің тауық сан еттеріміз де дайын болыпты. Барлығын осылай ыдысқа алып аламын. Енді етті осылай сүйектен ажыратып, бөлек алуымыз қажет. Артық керек емес, сүйектері болып жатса алып тастаңыздар. Осы сүйектерді тастамаймыз, бұлар бізге қажет болады. Енді тауық еттерін майдалап, осылай жақсылап турап аламыз. Міне турап алдым. Енді пюремізге осы етті саламыз. Қара бұрыш қосамыз. Дәміне қарай тұздап, ұнаған приправаларыңыз болса қоссаңыздар болады. Бір жұмыртқа қосамыз. Барлығын қолымызбен жақсылап біріктіріп, араластырып аламыз. Енді біздің фаршымыздан осылай форма жасап, ортасына сүйекті орналастырып, осындай голеннің формасын келтіреміз. Осылай болып шығады. Еш қиындығы жоқ. Өте оңай жасалады. Осылай барлығын осылай орнатып, формасын келтіріп, жасай береміз. Енді жұмыртқаны жарамыз, оған тұзды қосып, жақсылап араластырып алуымыз керек. Енді біздің тауық еттерімізді осы ұнға малып аламыз. Көп ұнның қажеті жоқ.
Енді одан кейін жұмыртқаға салып аламыз. Осылай қолымызбен көмектесіп жіберсеңіздер болады, ештеңе етпейді. Барлық жағына жағылуы тиіс. Одан соң нан ұнтағы, яғни панировочный сухариға малып аламыз барлығын. Қалғандарын да осылай жасап шығамыз. Міне барлығы дайын болды. Енді қызып тұрған майға барлығын салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Отты орташа режимге қойып қойыңыздар, қатты күйдіріп жібермесін. Екі жақ бетін осылай қызартып пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Өте тойымды, өте дәмді, ерекше тауық санеттерінен керемет тамақ дайын болды, достар. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мен осылай гарнирмен, көкөністермен ұсындым. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де өз қалауларыңызша жасап ұсынсаңыздар болады. Егер видео ұнаса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.